Мә, қыздар, мен что-то үйге қайтқым келіп жатыр. Мына жақта вообще қызық болмайтын сияқты ғой. Я, сен кеткенің бізге де жақсы болар еді. Сен Алматыға кетеме деп едің. Келесі жылда да бізбен оқитын сияқтысың ғой, я? Не болды қыздар? Бәрімізді бір топқа бөлді емес пе? Я, қыздар болмайтын нәрсеге ұрыса бермекші, барлығымыз бір болсақ. Түсінбедім. Бұлар кімдер? Сен есімің кім? Есімім Жібек. Жібек. Кейде аз сөйлегенінде пайдасы көп дейді ғой. Сондықтан қай жерде сөйлеп, қай жерде сөйлемейтініңді біл. Хорошо? Әйтпесе не? Не істейін дебең? Өзіңнен кішкентай қыз емес пе? Оғарымдар ша болды. Бұл топта сендердің сеніп отырған Кариналарың жоқ. Сондықтан басып сөйлей шығарсыңдар. Кел, Жібек. Анел, жай-жай. Байқасам әлі сабағыңа түспеген сияқтысың ғой, я? Қойындаршы болды. Сендерге бұл көңіл күйімді құртқым келіп отырған жоқ. Ұнамай ма барып басқа топқа ауыса беріңдер. Кеттік, Анел, оларға уақыт құртып есесіз. Кеттік, қыздар. Бар, не отырсың? Қалма қатарыңнан. Че там, Жандос? Не істейміз? Неқта 5 минутқа да қалуға тегі жоқ менде. Қашамыз, а? Әлмек, соғып көш. Бір топтамыз де. Бір топтың түтінін түтетеміз дейсің ғой. Байқайым рахат, желаниең бешеный сияқты ғой. Насыр, дәл қазір семен сөйлесіп, өз-өзім шаршатқым келіп тұрған жоқ. Рахат, қашанғы тіресе береміз. Одан да бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, команданы алға сөйлейік та. Насыр, осы сен бұрыннан мақалдап сөйлейсің ба? Или че там, Жандос? Насыр, мен бас шығаруға, қол шығаруға желанием бар ма? Бұлейін бас шығар? Рахат, мен гитара тартып енді үйреніп жүрген. Бүгін кешке бір видео түсіріп та. Олар уже қалуға дайындалып отыр ма? Все хорошо. Кешкеден ойсақта олсақ түсіреміз. Болды. Насыр, осындасың ба? Че там, не істеватсыңдар? Ой, білмеймін, ана қыздармен сыйыспай жатырмыз. Әрқайсымызды әр жаққа таратып жіберді ғой. Насыр, не істейміз? Ағаларға айтып, топтарды ауыстырамыз ба? Әйтпесе ана 10 бұның қыздарына тіпті сөйлеу мүмкін емес. Ай, қайдам. Санжар ағайын түрін көрдің ғой. Слишком серьезный. Рұқсат бермейді ол. Анел, ойымдамаса қасында мен бармын ғой. Мен сенің тобыңа несін жіберді ойлайсың? Соға, көңіліңе рахмет әрине, бірақ өзіме өзім жауап бере аламын. Сен главное өзің қыздарыңа ие болып отыра берсей. Балалар, бұл жақта не істеп отырсыздар? Анел, сіз неге бұл жерде отырсыз? Кеттік, жүріңіздер тез ішке. Тез жүріңіздер. Мына жаққа балапандар жиналып қалыпты ғой. Топқа бөлінгенде де паршалап бөлінген екен. Че там айым? Каринасы қалай болып жатыр? Анелдің қыздары жеп жатқан жоқ па? Егер уайымдасаң, біздің топқа қосылсай. Санжар ағай, оның орнына Анелді ауыстырсақ болады ма? Жоға, керек емес. Аян болса бір сәрі, солай ма, Аян? Қыздар, қойындар, Аян біздің топқа керек қой. Ағай, сізге бір сұрақ. Осы жаққа келгенде бізге осы жақтың условиясын басқаша түсіндіріп еді? Балалар, мен сіздерді зерттеп үлгіріп білдім. Сіздерді ешкім осы жаққа қинап алып келген жоқ. Сондықтан тыныш қана, ешқандай артық әңгімесіз, қойылған талапты орындайсыз. Қаладан шықпас бұрын сіздердің ата-аналарыңыз қол хат қойған. Соған демек, сіздер осы лагерден 10 күн бойы шыға алмайсыздар. Айттым ана түрі слишком серьезный деп. Ағай, бұл жақтағы тамақ қалай болады? Не ішіп, не жейміз? Сонда бізге берілген еркіндіктер қайда? Қалай тәртіптеріңіз реттеледі, дәл солай еркіндік болады. Қазір заттарын қоймаған балдар қойып алсын. Содан кейін жуынып алсын. Сосын обедтенуге барамыз. Сіздерге ровно 15 минут беремін. Ровно 15. Сол уақыттың ішінде үлгеруіңіз керек. Сосын бүгіннен бастап бізде новый тапсырма болады. Сол тапсырманы орындаймыз. Сосын топ арқылы жұмыс істейміз. Тапсырмаға шақырған кезде топтарыңызда адам жеткіліксіз болса, сіздерден жетон алынады. Так, онда былай істесек, әр қайсымызды топқа бөліп жетекші сайлап берді, дұрыс па? Проблемаға не істейміз? Барлығымыз сол өзіміздің жетекшілерімізге бағынайық. Мен айтқан әңгіме талқыланбайды. 2-3 рет қайталатпаңыздар. Бірінші ескерту. Я, балалар, Санжар ағай бұл жақта тек қана вожатый емес. Ол кісі осы лагердің ұйымдастырушысы. Сондықтан Санжар ағайдың айтқаны заң. Олай болса біздің вожатый таңдаудан жолымыз болыпты ғой, солай ма, Мақпал?
түріңе қарасам жол болғыш адамға ұқсамайсың. О, чоттам Нұрбол. Рахаттан біраз нәрсе үйренейін депсің ғой. Карина, не болды? Әлде әлі сол рахаттың темасымен жүрсің ба? Одан да басқа жігіттер op қой. Мысалы мен, солай ма Мақпал? Күлкімді келтірмеш. Балалар, астарыңыз дайын болды. Асхана қарай жүріңіздер. Так, қыздар, жігіттер, тамақтанып болған соң сразу киім ауыстырып аламыз, хорошо? Чё? Реально на тамақ жегелі жатырсың ба? Я, не болыпты, анам тамағын ұқсайды, қаласын саған да салға келейін. Туымында тағы да кашамане. Тәте, пицца жейміз деп едің ғой. Бағлан, когда кашанды тауысасың, сол кезде пицца беріледі. Қолыңды жудың ба? Я. Кел тамағын ше. Карина, оказывается, сенде де жүрек бар екен ғой, ініңе жаның ашып жатыр ма? Я, сен өзгергесің, біз де өзгерек дегенбіз ғой. А, кстати, бүкіл пранктарыңды ұйымдастырып, маған жапқалы жүрген кезінде Насыр келіп әдемі тоқтатып қалыпты ғой, ә? Рахмет, Насыр. Сосын соны ойлап, ашуланайын дедім да, бірақ до того әлсіз екеніме көзім жетіп бір күліп алдым ғой. Браво, сен кереметсің, Рахат. Но менен ответка күт. Жандос, дейсің ба? Сен ше, жемесін қоя сал. Бірақ мыналардың тапсырмаларына тамақ ішіп әлденіп алу керек сияқты ғой. Рахат топтың лидерін сайласын деп жатыр. Мен бар өзімді айта берейін ба, әлде топпен бірге ақылдасамыз ба? Насыр, өзің бола берсеңші. Егер де сен топқа шолсаң, біз жеңіске жететін сияқтымыз. Опа, не дейді? Мен бар жерде лидер кім болады деген мәселе талқыланатын болған ба не? Ұйымдастырушы ағай қайда? Мен барып тез айтып келейін, а то үшінші ескертуін алып кетіп жүрерміз. Қыздар, жігіттер, мұнда мүлдем сет ұстамайды ғой. Даже звонокқа да. Қалай сет ұстамайды? Өздері телефонмен сөйлесіп жүр ғой. Вот именно, келгелі қанша история түсірдім, ешқайсысы жүктелмеген. Қане көрекші. Ту, айттым ғой сендерге бізді алдап келді деп. Кеттік, болмайды бұлай, айтайықшы. Жүріңдер. Ешқайсыларыңыздың телефондарыңызда сет ұстап тұрған олар білмеу керек. Так что телефонды артық қолданбаймыз, ема? Я, ағай, ол жағын уайымдамаңыздар. Бекзат, сосын сенің де біздің адам екенімізді олар білмеу керек. Так что бәрінше олардың жағында болыңыз, ема? Так, обед уақыты бітіп қалған сияқты, тапсырмаларға дайындықты бастаймыз ба? Жоқ, түсінбедік. Біздің неге сеті жоқ, я условия жоқ жерге алып келдіңдер? Әлде барлығын бір уәде істеп отырсың ба? Так, рұқсат сұрада қайтып кір. А если рұқсат сұрамасам? Рұқсат сұрада қайтып кір деймін. Содан кейін ғана проблема шешіледі, түсіндің ба? Рахат, жүрші, қайтып кіре салшы. Кешіріңіз, Санжар ағай. Бір сұрақ қойсам бола ма? Ау, Рахат, айта ғой. Бізде неге сет жоқ, сосын неге условия жоқ? Условия бар, бәрі де тамаша. Бірақ сеттің неге жоқ екенін өзім де білмеймін. Қаласаң бір кездеп көрейік, может тауып алармыз. Я, балалар, бұл жер басқа жерден, төмен аймақтан орналасқандықтан, сіздердің телефондарыңыз секілді бұл жақта сет ұстамайды. Ал егер ата-аналарыңызбен немесе басқа кісілермен сөйлескілеріңіз келетін болған жағдайда, Санжар ағайдың телефонын алып сөйлессеңіздер болады. Егер ағайларыңыз рұқсат етсе әрине. Я, балалар, айтқандай сіздерге барғалы жатқанбыз. Егер бәріңіз әбеттеніп алсаңыздар, бірінші тапсырмаға көше берсеңіздер болады. Айна апай, өзіңіз түндіріп кетеңізші. Так, балалар, жиналайықшы. Балалар, қазір 3 топқа 3 түрлі тапсырма беріледі. Берілген тапсырма туралы ешқандай топ келесі топқа айтпауымыз керек. Егер де айтылған жағдайда жетондарыңызды азайтатын боламыз. Және де әр топ өзара лидер сайлап алу керек. Алғашқы тапсырмадан өз тобын алып шыққан адам лидер болып сайланады. Ендеше тапсырмаларға кезек берсек, бірінші тапсырмада біз картамен жұмыс жасаймыз. Карта бойынша жұмыс жасаған кезде алғашқы орындаған топ келесі топ келем дегенше барлық тапсырмаларды орындап бітуі тиіс. Және де сол орындаған топқа жеңілдік беріледі. Және де лагерь соңында осы тапсырмаларды ұмытпауымыз тиіс. Ендеше тапсырмаға кезек берсек. Я, балалар, бірінші тапсырма бояу деп аталады. Ну, примерно түсіндім, бізді ол жаққа апарып сурет салғызғалы тұр екен ғой. Сурет сала алмайтындар ше? Бізге баланың тірлігін істейін деп отыр ма? Не отырады? Уже сынып қалдың ба не? Бір жағынан қасымызда балапандар болған соң солай ойлаған шығар. На самом деле бұл жерде бір гәп бар. Аян, барлығы дұрыс па? Көңіл күйің жоқ сияқты ғой. Иә, барлығы жақсы. Өзіңше?
шашыңды осылай жасап қойшы, саған жарасады. Сосын келесіде киіміңді үтіктеп кисеңші. Онда мен өзім тобыма бара берейін. Қане, топ болып бөлініп тұрайықшы. Ағай, қай топта екенімізді ұмытып қалсақ не істейміз? Уайымдама, сен менен сұрайсың, мен саған айтам, кел екеуміз бір топтамыз. Қане топбасшылар, ендеше карталарыңызды алып кетсеңіздер. Мен жүрегімнің бір бөлігі өткен. Күлгенімде нұрлы бейнең жаным сүйгінді. Күнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Күлгенімде нұрлы бейнең жаным сүйгінді. Күнде ұрлап алдың менің табағымды. Күй табақ, күй табақ. Қыздар, суреттерді Санжар ағай салды екен. Керемет суретші екен ғой. Шығармашылықпен айналысатын адамдардың характерлері осындай болады екен ғой. Иә, сосын шамалы қиялилау болады, сен сияқты. Байқадыңдар ма? Санжар ағай суретті сол қолмен салады екен ғой. Наз айтып еді, бір кітаптан оқыса керек, шығармашылықпен айналысатын адамдар солақай болады екен ғой деп. Наз, анау, мынау деп топта жоқ адамдарды айта бермеңдерші. И потом сен шығармашылық туралы айттырсың ба, әлде Санжар ағай туралы ма? Байқа, ғашық болып қалып жүрме? Анандай мінезіне қарап ғашық бола қоймас. Қыздар, сендерге бір нәрсе бастап берсе талқылап кететкенсіңдер. Одан да келіп көмектессеңдерші. Әрине, барлығы біздің бақылауда болу керек қой. Қойыңдаршы қыздар, сосын топпен бірге жүрейік, топта бір адам болмаса қабылдамай қояды. Солай ма, Мақпал? Ой, қойшы осы сен өтірік подкаттарыңды. Рахаттан үйреніп алған подкаты шығар. Ой, қыздар, қойыңдаршы. Шынымен де бірге жүрейік. Әйтпесе, бізді қабылдамай қояды. Шынымен де топта адам болмаса қабылдамай қояды ма? Саят, қалып қоймай, ә? Уайымдама, Карина, Саятқа өзім қараймын ғой. Ару, саған сенемін ғой. Саятпен қоса біздің Нұрболтта қарайсаш, а то былай кетіп қалатыны бар. Қыздар, жігіттер, сендер картаны қарай беріңдер, ә? Мақпал, жүрші менімен. Карина, тез келіңдер, а то қалып қоямыз. Ал енді тауып ал дейсіңдер ғой. Тура осы кітапты көргенмін, барып алып келейін ба? Қандай кітап, іздеп көмектесейін ба? Қайдағы кітап? Бұл вообще қолдан салынған сурет қой. Ешкім оқымасы болудың қажет жоқ сияқты. Кітапты дер кезінде тоқтатқаным жақсы болыпты. Сен өзі кітап оқып көріп пе едің? Қыздар, неге таласып отырсыңдар? Точно сен үшін емес. Мен үшін таласыңдар. Осы сендер А-класс, слишком бір түсіндер бар ғой. Мен мына жерді білетін сияқтымын. Алдында мысық мені жегелеп жатқанда осы жерде тығыла тұрғанмын. Опа, жарайсың. Кеттік барлығымыз жүрмей мен атын ереміз.